разборчик па этим. Жоқ, алма сол кезде жаңағы Айлоны жеңге қылып, Батырды аға қылып, менімен күрескен. Маған бәле жабысқан Айло. Алма. Қазір Алма Айлоның кім екенін білет, Батудың қайда екенін білет. Недавно Алманың өзі кеп жазды ғой, иә, Айка сондай болып еді ғой деп. Просто ол андай қып береді, мақұлдап береді да, растап береді осы жағдайды. Қазір Бату аудиториясы да неғып кетті, түсіп кетті, даже тиктоктан кетіп қалды ғой. Сол кезде Батумен бірге отырып, емшектерін бәрін көрсетіп, лямкада отырып, қасында қызыменен екеуі былай отыратын стримда. И семейный болып, сондай саясатты бір шетке шешіп неғып қойды да, екеуі семейный болып. Негізі Айлоның мақсаты шетелге шығу. Ол Батуды, немесе тағысында шетелде кім бар, мүмкіндігі бар, оны алдыртатын. Сондай еркекпен шатап жүр. Оның арманы шетелге шығу. Потому что Қызылордада ол жүр алмайды, Қызылордада ол тірлік жасай алмайды. Оның қолында сары корочкасы бар. Мен оның историясын бәрін білемін. Так что Айло, қатқан күйде қатып жүре бер, сасыма. Оның атын атап түртудің де қажеті жоқ негізі. Боқты түрте берген сайын саси береді ол. Бірақ мені эфирларына шақырып, үйтіп жүр, жарайды, білгендерін істесін. Любой адамның көзі ашылады, бірақ кішкене уақыт керек. Қатты сондай. Анау Старлинг. Енді оны Зубайда апаға неге айтпайсыңдар сендер? Айка. Енді соны кеше, Гаухар ханым, кеше соны айтам деп кірген кезімде, мені сөйлеткен жоқ, Зубайда ханым ұйықтап жатыр екен, кім отыр екен, неде? Жаңа Қазақстан. Несі аккаунты. Мен бірдеңе айтайын деп, Зубайда ханым ұйықтап жатыр екен, мен негізі Голландиядамын қазір. По делам келдім Голландияға. Голландияға келдім, қай қаладасыз, если что, барып амандасып, қолын алып кетейін деген. Сөйлесіп кетейін деген ой. Бір қазақтың бір жанашыр бір қызы ғой деп. Үйіне барып айтып көрсеңші, Зубайда ханымның жекесіне шықса, жекесіне. Немен не жаңа бетіне барып айту керек та, ақыр сондай болған соң. Міне апай, осылай деп. Тамаша кісілер. Мен Ерболат, бөле бермеңдерші сөзді. Мен ол Зубайда ханымға Айло туралы айту үшін барайын деп тұрған жоқ. Мен просто қазақтың қызы, біздің бір жанашырымыз жалғыз өзі жатыр неше жылдан бері. Жай ғана қолын алып амандасып кетейін деп ойладым. Атак арнайы ол Айломен күресу үшін Зубайда апайдың алдына барайын деп тұрған жоқ. Жай қолын алып кеткім кетір. Үлкен әпке, белсенді әпке, жанашыр болды уақыт сағатында, әлі де жанашыр, жалғыз жүр Европада. Енді кеше сөйтіп сөйлесейін деп кірген едім, ана Айломенен Қасым екі больной отырып алыпты, сөйлетпейді. Сосын олардың аудиториясын, жаңа несін көтермейін, рейтинг көтермейін дедім да, шығып кеттім. Жаңа Қазақстан айтты, бірақ Зубайда апа ұйықтап қалған ау деп. Жарайды дедім да, шығып кеттім. Бірақ Голландиядан мен ол кісінің қай қалада екенін білмеймін. Уақытыма түсінбедім. Жаңа Қазақстан білмей ма не кімнің қандай екенін? Енді ол кісіні білмеймін, енді аудиториясына кіргізіп Түсіндік қой, короче. Аудиториясына кіргізіп отыр ғой енді. Ал анау Старлинг бойынша айтып кетейін, Старлингке 416 мың теңге жиналған. Оның Айло салып беді Старлингке бір ақшаны? Айло салмаған. Ол же Старлингке ең крупный салған Кореядағы бір... Салғандай болып жылап жүресің болып. Жоқ, Старлингке 416 мың теңге жиналды. Оның 400 долларын Кореядағы бір қыз берді. Оны кейін через дәурен арқылы қайтардық, шөтін аударып. 100 мыңын елдегі бір жанашыр ағам берді. Оны да өзіне қайтардым. 300 мың теңге кетті ма? Одан кейін 114 мың теңгесін біз саяси белсенділерге, как раз Мұхаммед Кәрім, Думан Мұхаммед Кәрімнің Айдар аға, Бақытжан, сосын Бекболат Тоқмырзаға, Бошан аға, соларға есеп бергенмін. Қағазын жазып көрсетіп, бәрін есеп беріп қойғам. Күнде түскендерін бәрін 500 теңгеге шейін жазып. Мери, Малика бағана не лағып отыр, соған вообще ақша салудың қажеті жоқ, соң одан белсенділерге салсаңдар. Білмеймін ғой, енді ол қыз енді жаңағы аяғы ауыр гормондар ойнайды, біресе былай, енді біресе былай ғой, білмеймін енді. Сол айтам, біресе олай, бірде бүйір. Ешкімге жауап бере алмаймын, Гаухар ханым. Кешіресіздер. Ана Малика деген қарындасымыз, ол өте тамаша кісі. Маликамен дос болыңыздар. Сол қарындасымыз адал қыз болады.
әр қазақтың қызы ғой енді. Оны жаман деп әрине айтқан әрине. Жоқ, жалпы айтамын да, сол Малика деген батыр қыз негізі. Бүкіл өмір баянын барға жайып қиыншылық салып. көрген қыз ғой, көп қиыншылық Иә, көрген. Дұрыс қой, қиыншылық көрген шығар, бірақ біресе былай, біресе былай, сендер неғып жүрсіңдер, темеңдер деді ма, неғыл деді бағана Мери. Білмеймін. Ауыраяқ адамның гормондары ойнайды да, мінезі былай, біресе былай, бірақ жақсы қыз енді. Басқа ештеңке деп айтқым келмейді. Солай ғой. Тамаша адам ол, тамаша адам. Саясатты айтпай, активистерді жамандап, өзі бір ешқандай конструктивный идеясы жоқ адамдар, бұл арандатушы адамдар. Сондықтан сразу ондай эфирден шығып кетіңіздер. Бір-біріне шағыстырып, жаңа бір батырды бір батырға шағыстырып қойып, соның рахатын көріп отыратын адамдар, ол ортадағы жаңағы нелер, біліп отырсыздар ғой енді, барлықтарыңыз. Арандатушылар. Олардың мақсаты саяси эфирларды болдыртпау. Түсінесіздер ме? Қазір енді саяси эфир мен ғана болып жүрмін, Берік редко ашады. Енді Зубайда апа шығып еді, саяси эфирлар ашып, ютубқа да неге де, мысалы үшін тиктоктан шығып еді, уже соны байлау керек болып тұрды, потому что ол жаққа бүкіл саясаттағы жүрген белсенділер барса, Зубайда апайдың аудиториясы көтеріледі. Ол қауіпті. Зубайда апа осы Тоқаев пен Назарбаевтың қысымынан шетелде босқындық алып жатыр. Факты бойынша, дұрыс па? Оның жүрген жолының бәрі осы саясат, осы біздің елдің басындағы үкіметтің қысымының арқасында шетелде жатыр. Ол дәлелді түрде жатыр, аяғы анандай болып жатыр. Халық соны көріп қоймау керек, ол халықтың алдына көптеп танылмау керек. Сол үшін, ол аудиторияны слабый ету үшін, мына сайқалдар сол жерде жүр. Мен басында негізгі мақсатым солай кірдім. Сәлем, қалайсыз Индира ханым? Мақсатым сол аудиторияны ұлғайту тұғын. Саяси тағы бір эфир аудитория ашылса екен деген арманменен мен кірдім, сол бір-ақ рет кірдім ғой өзім. Қаражат жинап жатқан кезде. Жарайды, қаражат жинайық. Заодно халық, менің артындағы подписчиктерім бәрі сонда тіркеліп, мен жоқ кезде Зубайда апа ашсын, одан кейін тағы шетелдегі жүргендердің эфир ашуға мүмкіндігі көп қой. Сол секілді мен жаңағы аккаунттарды көбейтейік, саяси аккаунттарды деп ойлағам. Но мыналар негізі Зубайда апамен мен жекеде сөйлесуім керек, жаңа Қазақстан бәлки тыңдап жатқан шығар мені. Негізі сіздерге олар жайдан жай кеп отқан жоқ. Айло, Талисман, Қасым. Бұл жерде біз дінді айтып емес, біз қазақтың жағдайын айтып күресуіміз керек. Біз сол қазақтың жағдайының жоқтығынан... Қасымаға не причем, ол кісі сөйтіп от алып кетеді, негізінде ол кісінің ойы дұрыс. Просто ана арандатушы адамдар бар, оны бәрі астында солар ғой. Қасым кеше ол Қасымды ағанда қарсы пайдаланып отыр, түсініп ба? Ол да жертва, короче. Енді сіздер информацияны сарайлай аласыздар ғой, бір конструктивный ой айта алмаған адам, ол тек өсектеуге жаналған. Айтады ғой, жаңағы ақылды адамдар жаңа идеяны айтады. Жаңа орташа ақылды адамдар ситуацияны айтады. Милары төмен адамдар басқа адамдарды өсектейді дейді. Сәлематсыздар ма? Жол болсын. Айткүл қыздарың қалай? Это жаңа Маликаны айтып жатсыздар ғой. Маликаңыз сіздер кеткеннен кейін басқа адамдар кіріп былай деп айтты ғой. Не бүгін күні бойы оппозициядағы адамдармен отырдың ғой дегенде, Малика былай деп айтады. Неге отырдым? Я, мен отырдым, ол кісілерді тыңдадым деді. Ол кісілерден де алатын, білетін ненің барлығын алу керек деді. Өйткені ол кісілер көп білет, біз білімді алуымыз керек деді.